адамдар діндегі жүргендерде, дүниедегі жүргендерде сөзбен рия жасайды. Яғни бір дінде жүрген адам сөйлеп, сөзімен рияны мақсат етуі мүмкін. Мысалы баратты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерін сәнәдімен жаттап алып, адамдардың арасына келген кезде бұл хадис пәленшіден, түгеншіден деп айтса, о машалла, мынау тек қана хадис жаттамайды екен, оны иснадымен жаттайды екен деп, немесе пәленші ғалым былай деген, түгенші ғалым былай деген бір фихта қиын мәселелерді жаттап алады да, көп адамдар біле бермейтін, жұрттардың арасына келген кезде сол мәселені тастайды. Мынандай мәселе бар екен, оның үкімі білесіздер ме қандай деп, адамдар басы қатады, сонымен ол өз жауабын айтады деген секілді. Яғни осылайша сөзбен рия жасайды. Ғалымдардың сөзін айтуы мүмкін, хадис жаттап алуы мүмкін, біреу бір нәрсені айтып жатса, соны түзетіп қоюы мүмкін, ол жерде негізі олай емес, былай деген секілді. Ниеті бұл жерде адамдар мынау ғалым екен, оқыған екен деп айтсын, солай ойласын деп жасайды. Сол секілді дүние адамдары да сөзбен рия жасайды. Бірақ олар хадис жаттамайды, аят жаттамайды, иснад жаттамайды. Олар бір философтың сөзін жаттап алады, бір анау батыстың ойшылының сөзін жаттап алады. Анау былай деген екен, Гете былай деген екен, Аристотель былай деп айтқан екен, немесе ана Пушкиннің өлең шумақтарын келтіріп қояды. О, мынау әдебиетпен айналысады екен, мынау көзі ашық, көкірегі ояу адам екен деп айтсын деп. Яғни өзін осылайша сөзбен адамдардан жоғары қойып, өзін білімді көрсеткісі келеді. Бұл сөздегі рия болып есептеледі. لبيك لا شريك لك لبيك